Айтыңыздаршы, аптасына үй жинауға қанша уақыттарыңыз кетеді? Бізде бұрын 2-3 сағатта кетеді. Ал қазір болса бізде көмекшіміз бар. Ол Xiaomi Robot Vacuum H40. Бүгін оның не істей алатынын және өз бағасына тұрар-тұрмайтынын көрсетемін. Кеттік. Достар, содан кейін мына бұрынғы технобзор рубрикасында мына балалар жеңімпаз болды. Бүгін де дәл солай сіздерге сондай ойнатамыз. Сондықтан міндетті түрде лайк басып арнаға тіркеліп қоңыраушаны шертіп жіберуге ұмытпаймыз. Және де бұл видеода мен қанша рет Xiaomi деген сөзді айтқанымды дұрыстау бірінші болып жазған балаға сазайын беретін боламын. Сәттілік. Сыртқы түрі мен комплектациясына тоқталайық. Қораптан сіздер роботтың өзін, базасын, шаң қапшығын, щеткаларын және документациясын табасыздар. Дизайнына келетін болсақ, бұнда да бәрі әдемі. Датчиктер, қақпақ және щетка. Көрінісі минималистік күйде кез келген интерьерге жарасады деп ойлаймын. Ал енді шаңсорғыштың негізгі сипаттамаларына тоқталатын болсақ, шаңсоры қуаты 10.000 паскаль, аккумулятор көлемі 5200 мАч, жұмыс уақыты болса 180 минутқа дейін. Лазерлік навигация арқылы бөлмені дәл картаға түсіре біледі, ал шаң қапшығы 4 литрлік болып келеді. Онымен қоса шаш пен жүнді шатастырмай жинау, дауыс арқылы басқару және жеке жоспар құру мүмкіндігі де бар. Жалпы бұл робот шаңсорғыш тағы басқа көптеген пайдалы функцияларға толы. Әрине қағазда бәрі әдемі көрінеді. Ал іс жүзінде қалай екен? Көрейік. Ол үшін шынайы тесттерден өткіземіз. Бірінші тест қоқыс және ұсақ заттар. Ол үшін еденге аздап дән, қант, қиқым төгіп, роботты қозып көреміз. Я, достар, көріп тұрғандай, роботтың кілемнің өзінде қуаты сезіледі. Бәрін оңайлықпен сорып алады. Тест номер 2. Шаш немесе жүн. Ұзын шаш немесе жүнді оңайлықпен жинап алады екен. Әдеттегідей щеткаға оратылып қалмайтыны да тамаша. Тест номер 3. Ал навигацияға тоқталатын болсақ, бұнда да бәрі керемет. Робот кедергілерден айналып өтуді біледі. Табалдырықтан немесе баспалдақтан құламай тоқтай алады. Ал сіз болсаңыз телефоннан бөлме картасын көріп рахаттанып отыра бере аласыз. Ал енді ақылды функцияларына толығырақ тоқталып кетсек, бұнда біз бөлме картасын, бөлмелерді бөлу, күн мен уақыт бойынша жоспарлауды, қуат деңгейін таңдауды, дауыс командаларында табамыз. Мысалы, тек ас үйді немесе дәлізді ғана тазаласам десем, бір батырма жеткілікті. Қолайлыққа тоқталсақ, бұнда 4 литрлік қапшық ұзаққа жетеді және ол өте ыңғайлы. Робот автоматты түрде шаңды базаға жинап әкеле алады. Ал соңында щетканы да тазалау өте ыңғайлы әрі оңай екен. Енді қорытындылайық. Xiaomi Robot Vacuum H40 жай пылесос емес, нағыз көмекші. Қуатты, ақылды, бағасы да қолжетімді. Үйде бала немесе жануар болса, тіптен бұл must-have құрылғы. Xiaomi Robot Vacuum H40 таза, жылдам, ақылды.